өзім білмеймін, айтып отырмын саған. Ондай айтып ғой сен істейсің соны деп айтуы мүмкін ба? Енді ана 3 жасар бала қасында отыр. Ана ашуланып тұрған анасын көріп тұр. Өзі шок ана жерде. Дұрыс па? Қорқып тұр ғой. Қазір бірдеңе болады. Егер ағасы 8 жасар тупой болса, онда ол қандай? Ол одан да тупой деген сөз ғой. Ағасы жазалады ғой. Ona вообще айыпталмайды. Дұрыс па? Сол сенің қалыптасуы мүмкін бе сондай? Қалыптасуы мүмкін. Егер бала соны мен топастаумын, мен қатты ақылды емеспін деп сенің қабылдаса, ол ақылдылардың ортасында отырған кезде комфортын сезіне ме өзін? Дискомфорт болады ғой. И ол айта алмайды, мен тупоймын, поэтому дискомфортты. Айтпайды. Бірақ дискомфорт сезімдерді сезетін болады. Что-то не то дейді. Білмеймін, менің орным емес сияқты дейді. Бірақ оның орны қай жерде? Туполардың арасында дәл сол өз сияқты. Өскеннен кейін переубеждать ете ала ма бұл подсознание? Болады. Болады, мен қазір оны айтамын. Бірақ оның да шарты бар. Ол да оңай бүйтіп жеңіл желпі нәрсе емес. Через удар да бұл. Bu как вариант тұрғысы. Бұл жердегі ең маңызды мәселе. 7 жасқа дейін балаға деструктивті информация салмаңыздар. Біз Совет үкіметі кезінде өкінішке орай былай тәрбиеледік балаларды. Тек қана менің айтқанымды тыңдасаң жақсы боласың. Спокойно отырсаң жақсы боласың. Жақсы бала болсайшы сен, тыныш отырсайшы. Бала қалай тыныш отырады? Бұл мүмкін емес нәрсе да. Бірақ біз шарт қойып отырмыз ғой жерге. Тек қана менің айтқаныммен жүрсең ғана жақсы боласың. Балада қандай сенім қалыптасады? Тек қана мен әке-шешенің айтқанымен жүрсем ғана мен жақсы боламын. Кейін әке-шешенің орнын кім басады? Қоғам басады. Сөйтіп балада мынандай ой пайда болады. Мен ойымды қоя берші, аналар не дейді? Ана көпшілік не ойлайды, сол дұрыс. Менің жеке ойым маңызды емес. Түсінесіздер ғой? Осындай бір қауіп жатыр ол жерде. Опасность былайша айтқанда. Енді көп деген дұрыс емес деструктивті сенімдер қалыптасуы мүмкін. Ақша мәселесінде, әкесінің анасына көрсеткен қарым-қатынасы мәселесінде, анасының әкесіне көрсеткен қарым-қатынасы мәселесінде, көп деген нәрселерді бала губка сияқты 7 жасқа дейін қабылдай береді өзіне. Тағы бір мысал келтірейін. Балаға тамаққа қатысты қандай деструктивті, денсаулыққа қатысты қандай деструктивті сенімдерді егізуге болады. Қалай егізіп жатырмыз біз? Мысалы, тәтті жеме тісің ауырады. Бар ма ондай сенім? Қайықтан білесіздер тіс ауырады? Ғылыми дәлел бар ма? Оказывается, ғылыми дәлел жоқ. Тәттіден тіс ауырмайды екен. Тәттіден кислотно-щелочный баланс өзгереді. Создается условие для болезни зубов. Но бірақ 100% тісің ауырады деген әңгіме жоқ. Бұл өтірік нәрсе. Бірақ қараңызшы, егер бала соны қабылдасаң өзіне сенім ретінде, ол тәтті жеген сайын ішінде программа қосылады. Тістің құртылуы программасы. Тіс тәттіден шірмейді, тіс сол программадан шіре бастайды. Түсінесіз? Сондықтан анасы кім болып тұр? Программист болып тұр да былайша айтқанда. Түсінесіз? Бұл фильтр әке-шешеге деген жұмыс істемейді екен. Себебі әке-шешенің айтқаны бұл фильтрдан жеңіл өтіп кетеді. Сенімге айналып кетеді ол. Автоматты түрде. Сонда анасы десе, бала оған сенеді. Көрші апа айтса, сенбеуі мүмкін. Ойлануы мүмкін. Бірақ анасы айтса, бұл жерде сомнение жоқ. Анасының айтқаны дұрыс. Түсінесіз бе? Сондықтан сіздің қолыңызда қандай қару бар екенін түсініңіздер. Мысалы, салқын су ішпе тамағын ауырады. Бар ма ол нәрсе? Айтасыздар ма? Тамақ салқын судан ауырмайды. Егер салқыннан тамақ ауыратын болса, әлемнің жартысы қырылатын еді. Бұл өтірік нәрсе. Салқыннан тамақ ауырмайды. Біліңіздер. Кейбір кісілер бар, мен салқын ішсем закаляция етем дейді.
наоборот тамағың күшті болады, организм күшейеді дейді. Бар ма ондай кісілер? Бар. Естіген шығарсыздар? Иә. Кейбір кісілер бар, мен салқын ішсем бітті, тамағым сразу ұстап қалады дейді. Рас сондай ол. Салқын ішеді, сразу ұстап қалады. Екеуінде де рас. Бірақ түбіне келетін болсақ, салқыннан тамақ ауырмайды. Тамақтың ауыру себебі мүлдем басқа. Иә, бұл таза программа. Мысалы, сквозняк деген нәрсе бар ма? Жамана терезені қазір терлеп атым, қазір салқын тел. Өтірік нәрсе. Таза программа. Білесіздер ме? Американың қоғамында сквозняк деген понятие жоқ. Жел соқты, ауырып қалдым деген понятие жоқ оларда вообще. Қоғамда ондай понятие жоқ. Сондықтан ол желден ешкім ауырмайды жерде. А бізде ол понятие күшейген сайын, ол программа күшейген сайын, біз ауыршаң болып келе береміз. Қазір мен терледім, міне моншадан шықтым, сквозняк ұрып кетті, тіпті ауырып қалдым. Егер сен соған сенсең, онда проблем жоқ. Дәл сол нәрсе. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан қымбатты аналар, әкелер, балаларыңызға айтқан нәрсенің бәрін фильтрдан өткізу керек. Бұл шындық па өтіп па? Қаққан келген нәрсе. Түсініп отырсыздар ма? Мысалы тағы келтірейік. Психосоматиканың заңдарының біреуінде мынандай нәрсе айтылады. Тамақтың зияндылығы туралы ақпарат тамақтың өзінен де зиян. Тамақтың зияндылығы туралы ақпарат тамақтың өзінен де зиян. Мысалы, Кока-кола зиян ба? Дейді. Қалай ойлайсың? Дейді. Зиян дейді ма? Зиян ба? Зиян дейді ма? Кока-кола ішесіздер ме? Сонда қалай? Зияндылығын біле отырып, Кока-кола ішесіздер ме? Ішеміз ғой, иә? Бірақ бұл қандай нәрсе? Мен біле отырып, бұды ішіп жатырмын деген сөз ғой. О жерде менде екі вариант қана бар. Егер мен соның зияндылығын білсем, мен вообще ішпеуім керекпін. Вообще мүлдем ішпеуім. У ғой, мен білем ғой, у екен. Или вообще ішпеуім керекпін. Или ішсем, бұл Кока-коланың пайдасын ғана ойланып ішу керекпін. Кока-коланың пайдасы бар ма? Ол да дәлелденбеген нәрсе. Бірақ ол жақсы программа. Тұра берші. Ет жегеннен кейін Кока-кола іше беріңіздер. Бірақ ол нәрсе қорқытпайды тамақты. Бірақ тұра берсін, проблем жоқ. Мен негізі мамандығым дәрігер болғаннан кейін, мен бұрын бір уақыттарда осы тамақтың зияндылығы туралы көптеген информация Инстаграмда жаздым, туысқандарға да айттым. Бірақ кейін ойласам, мен балаларыма соның бәрін түсіндіремін. Чипсы зиян, Кока-кола зиян, анау зиян, мынау зиян. Бір уақыт қарасам, уже жеуге невозможно, бүкіл нәрсе зиян болып кетті. Бірақ ең өкініштісі не ол? Мен балаларға оның бәрін сатып алып беремін. Олар бәрібір ішеді соны. Мен алмасам да әйелім алады. Әйелім алмаса да оның әжесі алады, оның атасы алады. Ол бала бәрібір ішеді соны. Бірақ ішкен кезде оның ішіне программасы бар ма Кока-кола зиян деген? Әкесі айтты ғой. Еще дәрігер ғой ол. Осы қандай программа дейді? Научно доказанный факт, ана жерде бәрін тізеп тұрып айтып бересің. Керемет қылып. Сонда мен не істедім? Мен өз балдарымды ауыр болып жатырмын. Мен өз балдарымды өз аузыммен дәлелдемей, ешқандай нақты, егер былай сұрақ қояйықшы, егер мен нақты Кока-коланың зиян екенін білсем, онда мен қалай менің өзім қазақ халқының сол Кока-коланың былай спокойно ішіп жүргенін қараймын. Ол нереалды нәрсе ғой. По идее мен бірдеңе айтуым керек. Тоқтаңдар бұл зиян нәрсе. Өлесіңдер деп. Арақ екі бастан. Арақ ішпеңіздер сол. Сен осылар ма? Біз зияндылығын айта отырып, балаларға береміз. Кока-кола халал ма, харам ба? Қалай ойлайсыздар? Өзіміз ішпейміз. Білмеймін деген. Фәтуа бар ма ондай харам деген? Жоқ. Онда кім шешті харам? Бар ма? Өзіміз шешіп отырмыз. Вот. Құранда
аят бар. Егер халалды харам деп айтсаң, халалды харам деп айтпаңдар, иә? Халалды харам деп айтпаңдар, харамды халал деп айтпаңдар. Байқаңдар деген предостережение бар. Кейбір кезде ғалымдар айтады, адам діннен шығып кетуі мүмкін. Халалды харам деп айтқан адам, харамды халал деп айтқан адам діннен шығып кетуі мүмкін. Сол үшін бұрынғы ғалымдар темекіге дұрыс білмей, зерттемей, харам деп айта алмаған бұрын. Макрух деп айтқан. Бірақ қазір ғылыми түрде біз дәлелдеп жатырмыз ғой. Зиян екен. Ол харам. Фатуа бар ма? Бар. Темекі харам. Ода қандай жоқ. Бірақ Кока-кола харам ба? Харам емес. Білмейміз. Дәлелденбеген нақты. Просто фантазия. Көп ішіп қойса су да харам ғой. Дұрыс па? Көп ұйықтаған харам ба? Дұрыс па? То есть әр нәрсенің өзінің шегі бар ғой, белгілі мөлшерде қолданыстары бар. Дұрыс па? Одан асып кетсе, бұл нәрсе зиян болып кетеді. Сондықтан айтайын дегені, байқаңыздар, баланың 7 жасқа дейін мұқият болу керек. Айтылған сөз, істеген іс-әрекеттеріңіз бала программа ретінде, сенім ретінде қалыптастырады өзіне. Бұл өте маңызды. Енді Гарвардтың ғалымдары зерттеген екен. Бұл фильтр ересек адамда, қазіргі біздің состояниеда 24 сағаттың ішінде 3-4 сағат әлсіз күйінде болады екен. Әлсіз күйінде болады екен. Бұл деген сөз сенімдерімізге доступ ашылады. Күнде 24 сағаттың ішінде ересек адамда осындай доступ ашылады екен. Ол қай уақыт? Біріншіден, бірінші критикалық нүкте бұл ұйықтардың алдындағы уақыт. Ұйықтауға жатады ғой? Жатасыздар, көзіңізді жұмдыңыз, бірақ ұйықтамадыңыз әлі. Және ояу емессіз уже. Промежуточный состояниедесіз, ортаңғы состояние. Вот сол состояниені біз гипнотическое состояние деп айтамыз. Гипноз деген осы ұйқы мен ояудың ортасындағы состояние. Осы гипноз. Енді бұл состояниеда сіз ұйықтаған кезде қандай информация қабылдайсыз, сол информация сіздің сенімдеріңізге әсер ететін болады. Мысалы, деструктивті бір кино қарап тұрсыз, сонымен ұйықтап қалдыңыз. Ана жерде біреуді басын кесіп жатыр, бірдемені айтып жатыр, немесе сериал болып жатыр, біреудің интрига, анау бірдеме істеп жатыр, анау бірдеме бүйтіп жатыр. Соның несімен ұйықтап қалсаңыз, ол сіздің сенімдеріңізге әсер ететін болады. Құран жаттайтын адамдарда мынандай техника бар. Ұйықтардың алдында Құранды оқиды, таңертең тұрған кезде қайталайды соны. Сонда бұл информация қай жерге барады? Ұзақ мерзімді жадыға, архив памятіне ұмытылмайтын информация болады сол кезде. Түсіндіре алдым ба? Көп артистердің техниканы қолданыста бар. Изруков деген бар ғой, бригаданың ойлаған. Сол өзінің инстаграмына жақында ғана көрген, бір ай бұрын ба, 2 ай бұрын ба, рекомендация это. Если вы хотите, чтобы текст легко запомнить, перед сном читайте тексты. И утром читайте тексты, так когда утром проснулись. И вы выйдете на сцену, текст өзімен өзі шығады басыңызда. Сондай рекомендация бар. Неге? Себебі архив памяттің ішіне кіргізеді. Қалай? Тұрсыңыз? Бірінші рет болмаса, екінші ретте болады. Бұл сіздің жаңағыдай қабілетіңізге байланысты. Бұғанда тренировка жасау керек. Ми негізі қартаймайды, мыследен. Ми қартаймайды. Ми бұлшық ет сияқты. Жұмысты көбірек істесеңіздер, ол ми жас болып тұра береді. Сондай бір қабілеті бар. Аллахтың жаратқаны. Мен қартайдым, миым жұмыс істемейді, өтірік нәрсе. Сенбеңіздер. Мен сізге нейрофизиологияны айтып отырмын. Дәлелдеген, ғылыми түрде дәлелдеген нәрсе. Көптеген кітаптарда бұл исследование жазылған. Өмірді 100 жасқа дейін түсіретін, 100-ден асып кететін адамдар миларында проблем жоқ. Өлеңді де біледі, Құранды да жаттайды. Наоборот, мимен көбірек жұмыс істесеңіздер, өмір жасыңыз ұзақ болады. Бұндай исследованиялар бар. Кім тез қартаяды? Миды жұмыс істетпеген адам тез қартайды. Жаттай алмай қалам деген өзі установка ғой негізінде. Иә, жаттай алмай қалам деген өзі установка. Қазіргі аффирмация, визуализация мәселесі де осы үшін ба, сонда өзің сделатынын сендіру ма бірінші пока? Иә.
Аффирмация деген нәрсе обычно рекомендация қандай? Перед сном жаса, таңертең оянған кезде жаңағы айнаның алдында жаса. Соны айт, мен сені жақсы көремін, мен мынандай боламын, миллионер боламын. Оның бәрі жақсы жұмыс істейді, бірақ кейбір кезде жұмыс істемеуі мүмкін. Оның жаңағыдай терең қалыптасқан кішкентай кезіндегі психотравманың нәтижесіндегі блоктар аффирмациямен кетпейді. То есть просто так вот, мен баймын, бай болып кетеміз. Түсінесіз ғой, енді екінші критикалық нүкте. Таңертең оянған кезде әлі ұйқылы ояусыз, оянбадыңыз, және ұйқыда емессіз, промежуточный состояние. Сол состоянияда қандай көңіл күйде оянсаңыз, қандай информация алсаңыз, сол состояние сіздің сенімдеріңізге әсер ететін болады. Мысалы, таңертең оянған кезде қандай көңіл күйде оянасыз? Рахаттанасыз ба? Довольнысыз ба таңертең? Айнаға қараған кезде, не болды саған түнімен не істедің деген сияқты, шаш былай, жаңағыдай, су ішпеу керек еді деген сияқты, тамақ ішпеу керек еді, көп жеп қойдың ба деген сияқты. Енді мен сізге мынандай сұрақ қойсам. Егер мен сіздерге қазір айтсам, сен мешоксың десем, сіздерге айтсам, мешоксыңдар десем, маған не дейсіздер? Өзің мешоксың дейсің бе? Дұрыс па? Спорласасыздар ғой, кім мешок, сен өзіңе қарап ал деген сияқты, Бірақ өздеріңізге айтсаңыздар соны. Оған қарсы бірдеме айта аласыз ба? Мен өзіме айтсам, вот ты мешок, түрің не болды, страшный ты, вот ты толстая, вот ты андай, вот ты мындай десеңіз өзіңізге. Онымен спорить ете аласыздар ба? Ол неге айналады сосын? Сеніміңізге айналады. Сондықтан бұған да көңіл аударыңыз. Таңертең қандай көңіл күймен оянғаныңыз, мұсылман адам қалай оянады? Аллаға шүкіршілік етіп оянады. Оянған үшін рахмет айтып, керемет состояниеде оянады. Намазға барады, тахаджуд оқиды, таң намаз оқиды, дұрыс па? Аллахпен жүздеседі. Барып завтрак ішпейді ғой. Дұрыс па? Бірінші намаз оқиды, дұрыс па? Тұрғанда. Бірінші әрекеті сол, дәрет алады. Сонда қандай керемет нәрсе? Сіз өз сенімдеріңізді соған сәйкестіріп калибровка жасап отырасыз күнде. 5 уақыт бойы. Үшінші критикалық нүкте. Бұл кез келген механикалық қозғалыстың нәтижесінде, мысалы, бег, жүгіру, немесе жазу, немесе оқу, немесе компьютерда бірдеме істеу, немесе кез келген бір станокта тұрып бірдеме жасау, бір қалыпты механикалық қозғалыс, ол сізді трансовый состояниеге кіргізеді. Бұл фильтрді әлсір ететін момент. Мысалы, рульда келетасыз, за рулем, трассамен келетасыз. Трассада бір жол ғана, бір нүктеге қарап тұрасыз. Бірақ ойыңыз қай жерде? Трассада ма? Жоқ, ойыңыз басқа жақта вообще. Сіз мына архив памятке кіріп кетесіз уже. Трансқа кіріп кетесіз. Сол кезде қандай информация қасыңыздағы адам айтады? Қандай информация магнитофонын тыңдайсыздар? Сол түбінде сіздің сенімдеріңізге әсер ететін болады. Соған көңіл аударыңыз. Төртінші критикалық нүкте. Адам қатты қуанған кезде, немесе қатты қорққан кезде, бұл фильтр әлсірейді. Мысалы, егер мен сізді қатты қорқытсам, сосын кейін бір мәліметті берсем, сіз оны қабылдайсыз сенім ретінде. Қазір мемлекет дәрежесінде қандай қорқыныш процесс жүрді жақын арада? Ковид деген. Бүкіл жерде ковидті көрсетеді, программа жасап. Мынандай өліп жатыр, ана жер мынандай болып жатыр. Дұрыс па, қорқамыз ба? Содан кейін қандай информация береді? Маска ки. Ананы істе, мынаны істе, үйде отыр, ананы бүй. Дұрыс па? Біз соны бұлыспай орындайтын боламыз. Біз соған үйретіп қалдық уже. Сөздің ішіне керек. Или цыганский гипноз мысалы. Цыгандар қалай жұмыс істейді? Сіздің қолыңызды алады да, дайте погадай дейді, и қорқытады. Во-первых, 100%, 10% адам гипнобильный болып келеді. Гипнозға жақын, мнительный адамдар. Соларды вычислять етті, соған жақындайды, соны қорқытады. Сенің балашағың бар ғой? Бар. Ол что-то мен түнде түсімде сені көрген екен. Значит, сенде мынандай нәрсе болады, балашағым мынандай болады, анандай болады. Любой әлемден қорқа ма? Қорқады. Сосын не істейді? Оның шешімі бар деп айтады. Бұған бір құрбан жасау керек.
Бұған бір құнды нәрсе бар ма? Үйден әкеліп бер деп айтады. Ананы істе, мынаны істе. Сосын адам не істейді? Автоматты түрде осыны орындайды болады. 1-2 сағаттан кейін өзіне келгеннен кейін таң қалады. Мен не істедім деп. Үйдегі ақшаны алып беріп бере салып жүреді. Түсіндіре алдың ба? Сондықтан қатты қорқытқан кезде байқаңыздар, сол артынан келген информация сенімге айналуы мүмкін. Ол адам білмейді неге екенін, түсінбеуі мүмкін. Мысалы, спецслужбалар қолданады бұл нәрсені. Мысалы, көшеде бір адам келе жатады, бір контракт подписывать ету үшін. Сөйтіп, 2 агент шығады алдынан. Бір агент келеді алдынан, қол береді ана келетқан адамға. Прохожий ретінде, любой адам қол созған кезде береді ғой. Соны берген кезде қолын алмайды да иығынан ұрады ана кісінің. Анау кісі қандай реакция береді? Шок болады, түсінбейді. Амандасайын деп тұрған адам иықтан ұрды. Сөйтіп қолынан ұстайды да айтады, извини, я обознался деп айтады. Ошибся дейді. Сөйтіп кетіп қалады да, артынан екінші агент келеді да, көзіне қарап отырып, біліп қой, мынандай нәрсе сен үшін маңызды. Мынаны істесең мынандай болады, мынаны істесең мынандай болады. Деп айтады да, керек нәрсені. Сосын айтады, кешіріп қой, мен шатасып қалдым. Деп кетіп қалады. Сөйтіп ана келетқан адам барып кездесуге барады да, оларға керек шешімдерді қабылдайды сол жерде. Түсінбейді қаяқтан келгенін. Ол адам үшін бір странный адам сияқты, көшеде бір қателесіп қалған, сондай бір адам сияқты көрінеді. Бірақ с под этим эффектом сол жерде алады да, сол нәрсені орындайды. Түсінесіз бе? Ол нәрсе практикада көп жерде қолданады, біз просто байқамаймыз. Телевидение, интернет, ол механизмдерді қатты қолданады. Сондықтан 5-ші критикалық нүкте бұл біздің намаздарымыз, молитвенная практика. Медитация, намаз, молитва любой, сол трансқа кіргізеді. То есть әр намазда сіз не істейсіз? Түп санаға түсесіз. Сол жерде Аллахты еске аласыз, Аллахтың ұлы екенін, қандай дәреже екенін, жаңағыда рахметіңізді, алғысыңызды айтасыз, қадақ айтасыз, пайғамбарымызға салауат айтасыз. Оның бәрі сіздің сенімдеріңізге әсер ететін болады. Намаздың уақытын Аллах Тағала өзі белгілеп қойған. Бұл пайғамбар белгілемеген оны. Аллах Тағала өзі назаршет еткен. Бұл құлдармен кездесу, дұрыс па? Аллах Тағала өзі белгілі бір уақытты қойып қойған, сол уақытты күтемін. Сол уақытта намазды оқыған адам міндетті түрде түп сана дәрежесінде постоянно программирование, калибровка жүріп отыр. 5 уақыт бойы күнне калибровка, дұрыс жолда, тура жолда жүру. Бір намаз бен екінші намаздың арасындағы жасаған күнә, қателіктер, дұрыс емес сенімдер сол жерде келесі намазда жоқ болады. Орнына келеді бәрі. Бұл мәселе бойынша сұрақ бар ма? Бұл жердегі шығаратын тұжырым. Біздің өміріміз 95% түп сана, біздің сенімдер, эмоция мен сезімдер, әдеттер мен қабілеттер. Біздің сенімдеріміз ең маңызды мәселе болып тұр бұл жерде. Түсініп отырсыздар ма? Біздің қандай сенімдеріміз бар, солай өмірде көзқарасымыз да сондай әрекет етеміз. Бұл түсінікті ма? Егер түсінікті болса, ары қарай көшейік. Келесі темаға. Мынаны өшіре саламын. Тұра тұрыңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады қазір. Вот, смотрите, бала шағаңызға, если вы говорили, что это вредная кола, если вы говорите, что вредные чипсы, то біліп қойыңыз, бала бәрібір оны жейді. Если ол бәрібір оны жейді, то он будет получать ту программу, которую вы закладываете. Нет. Вы не должны рекламировать это, но вы должны быть честны. Вы должны сказать, что это можно кушать, это можно пить, просто белгілі мөлшерде ғана. Потому что вы сами пьете же. Как я могу сказать ребенку, не пей колу, если иногда за столом он видит, как взрослые пьют колу? Ол ішеді ғой? Мен де ішемін арасында, басқа ішетін нәрсе болмаса, ішесің ғой. Дұрыс па? Жоқ, мен кола ішпеймін, мен тек қана су ішемін деген сияқты. Өтірік әңгіме ғой? Ішеміз ғой. Түсіндіре алдың ба? Поэтому лучший вариант. Бала шағаңызға келіп бүгін айтыңыз. Балам, оказывается, мен қателескен екен. Тәтті сауырмайды екен. Көп жесе Просто
көп жемеу керек. Оказывается. Мен қателеспеймін. Балам, салқын судан тамақ ауырмайды екен. Просто көп жеме, көп ішпе. Өз белгілі мөлшерде ғана. Соны мен жаңа түсіндім, бір дәрігерді тыңдадым. Сондай екен. Түсінесіз ба? Сол кезде программа шешіледі болады. Бұл шындық, бұл маңызды. Bir сұрақ бар еді. Анау ең соңғы 4-ші тұр ғой, тектілік жады деп ше. Иә. Мысалы, тектілік жерден алыңдар, текті емес жерден алма дейді ғой. Қалай біледі, мысалы, текті емес, текті. Қырғызстан ал деген сөз. Жоқ, түсіне. Бұл жерде жаңағыдай тектілік деген нәрсе, енді әртүрлі түсіндірмесі бар ғой оның. Тексіз адам жоқ негізі. Тексіз адам жоқ, тексіз адам деген атасыз, әжесіз, әкесіз туылған адам бола ма? Жоқ қой, дұрыс па? Любой адам текті. Бұл жердегі мағынада қандай? Тәрбие көрген, дұрыс тәрбиеленген деген мағынада, иә? Дұрыс жаңағы осы белгілі бір дәрежеде сенімдері бар. Мысалы, мынау дәрігерлер, имамдардың жанұясы. Бұл Алланы таниды, Алланы түсінеді, иә? Бұл мысалы ғалымдардың жанұясы. Бұл Алланы түсінеді, бұл өмірге деген көзқарас дұрыс қалыптасқан деген сондай мағынада айтылады негізінде. Тектілік деген нәрсе. Даже әке шешесі болмаса да бұл тексіз адам деген сөз емес. Тәрбиелі отбасы. Бұл тексіз адам деген сөз тегі бар ғой оның бәрі. Просто білмеу мүмкін. Білгені жақсы. Тегін білмеген адам тоже тексіз деп айтады. Бірақ ол түбіндегі жаңа таза тексіз деген әңгіме емес та. Енді самооценкаға келетін болсақ, қысқаша айтып жіберейін. Самооценка екі түрлі болады. Бірінші сау самооценка, здоровая самооценка, орысша, сау. Екінші сау емес. Нездоровая, былайша айтқанда орысша, сау емес екіге бөлінеді. Төмендетілген и екінші жоғарылатылған. Заниженная и завышенная, орысша айтқанда, иә? Түсінікті ғой? Енді төмендетілген, сау емес төмендетілгенді талқылайық. Төмендетілген самооценка бұл сенімге байланған. Қандай сенім? Мен жаманмын, жаман, лайықты емес. Мен жаманмын, лайықты емеспін. Плохой, недостойный орысша айтқанда, иә? Бұл сенім, адам бұл сенімге ие болып тұр да, бұл сеніп тұр ішінен соған. Бірақ бұл адам сонымен келіскен, соглашаться еткен, публично. Мен келісіп тұрмын, төмен екенімді. Мен өзімді жаман санаймын ғой. Сол себептен сіздер барлықтарыңыз жамансыздар мен үшін. Бірақ мен дейді, сіздерден төменмін деп айтады. Бұл адам. Мен жаманмын, сіздер де жамансыңдар. Бірақ мен сіздерден төменмін, сәл төменмін. Бұл адам өзіне сенімсіз, нақты мақсаты жоқ, амбициясы жоқ. Сондықтан бәрімен келіседі, бәріне дейді, соған мен де бара беремін. Сондай дәрежеде. Апатияның дәрежесінде. Қызығушылық жоқ өмірге. Сырттан қарасаң, тып-тыныш жүрген адам сияқты. Бірақ түбіндегі ой, мен жаманмын, сендер де жамансыңдар. Бірақ мен сәл төменмін сендер. Бұл адам сенімсіз, сондай спокойный бір. Сырттан қарасаң, сөйлемейді, бәрін келсе береді. Екінші вариант, жоғарылатылған состояние. Бұл, айта кету керек, бұл константа емес, бұл состояние. Әрқайсыларымыз осы состояниеде бола аламыз. Жоғарылатылған, төмендетілген состояниеде, сау самооценка состояниесінде бола аламыз, әрқайсымыз. Енді жоғарылатылған самооценка қандай адам? Бұл адамда ішінен мен жаманмын, лайықты емеспін деген сенімі бар. Дәл мынау сияқты. Бірақ бұл адам келісті ғой онымен, мына адам келіспейді. Мен публично бұны қабылдауға дайын емеспін дейді. Мен жақсымын, мен лайықтымын деп айтады ол. И оның понятиясы мынандай, мен жаманмын ғой, сөйтіп ойлайды ол. Барлықтарыңыз да жамансыздар.
Бірақ мен сіздерден сәл жоғарымын деп айтады. Я вам покажу, дейді да, что я не хуже вас, лучше вас. Ол үшін ол не істейді? Сіздердің кемшіліктеріңізге көңіл аударады постоянно. Мысалы айтады, классная футболка деп айтады, да? В секонд-хенде купил, дейді. Мақтап тұр, бірақ тістеп тұр артынан. Я күшті футболка дейді, бірақ секонд-хенде алды ма дейді. Почему секонд-хенд? Кім айтты секонд-хенд туралы? Я? Бұл адам, жаңа төмендетілген самооценкада өзінің кемшіліктері